Ардақты әлеумет, құрметті әріптестер, өзі айтылмаған сөз қалған жоқ. Бүгінгі дәуірдің дидары басқа, замана қарқын алапат. Кез келген айтылу деген ақпаратыңыз әрі кеткенде 6 күнде ескеріп қалатын заман бұл заман. Сынық арбас жоқ. Uber компаниясы бүкіл таксимен бүкіл елді қамтамасыз еткен заман бұл. Сынық кірпіш өндірмей-ақ Airbnb компаниясы бүкіл елді пәтермен қамтамасыз еткен заман бұл. Сынық түйме өндірмей-ақ Amazon бүкіл елді товармен қамтамасыз етіп жатқан заман бұл. Бір мақала жазбай-ақ Facebook бүкіл ақпарат ағымына еліз еткен заман бұл. 17-ші ғасырда өмір сүрген орташа адамның өмір бойы алған ақпаратын 1,5-2 тәулікте алатын заман бұл. Осындай заманда өмір сүріп жатқанда уақыттың керуеніне ілесу қиынның қиыны ағайын. Сондықтан да соны қадам керек болды. Болашаққа бағыттайтын жаңа бағдар керек болды, басқаша көзқарас, терең тәсіл керек болды. Сол үшін де биыл елбасы жаңа мақаласын жариялады. Өзіна жұрт жапа-тармағай жағаласып, жанталасып жатқан кезде, аттың тізгінін тарта тұрып, елдің есіне ештеңе келмей тұрған кезде, 6 қыр емес 60 қырдың астындағы нәрсені көру, көздеу, бұл соңғы ширек ғасырда Қазақстан саясатының қолтаңбасы. Былайша айтқанда Назарбаевтың стилі бұл. Барша халық бағдарламалық деп баға берген бұл мақаланың меңзері терең бітімі бөлек. Қысқасы түсінгеніміз мынау: заманың түлкі болса, таз боп шал. Өкшелеп қуғанның өкпесі өшетін заман. Алдынан тосып, қапталында жүрмесең, қақпақ ойнап кете барасың, қатардан шығып қаңып қаласың. Табаныңа бір, ұстанымыңа тиянақ керек. Бұл қайда дегенде, бұл ұлттық кодымызда екен. Бұл біздің генетикалық жадымызда екен. Замана талабына берік сабақтасқан осы қасиет біздің елдігімізге сеп болады, келешегімізге кепіл болады. Енді соның бір парасы алға қойған міндеттердің бір жаңа әліпбиге көшуді елбасы ұсынды, сөйтті де айтты. Бұл мәселеге неғұрлым дәйектілік қажеттілігін терең түсініп, байыппен қарап келеміз. Және оған кірісуге тәуелсіз алғаннан бері мұқият дайындалдық деді. Шынында да дайындалдық. Осы нәрсенің түбі болатын бәріміз жүрегіміз түкпірінде біліп тұрдық. Және біз өзіміз дайындаған жоқпыз. Уақыт біз дайындады. Қалта телефонымызға келген SMS хабарлар орысша информацияның өзі латиницамен келді. Бізді уақыт дайындады. Осы күні соткасынан айырылған адам соскасынан айырылған баладан бетер заман. Сол кезде қалтаға келіп атқан информацияның легі бәрі латиницамен келгенде бұл қажеттілік туды. Енді қажеттілікке бір саясаттың тонын кигізудің ешқандай қажет жоқ. Және Эдуард Парлетаев мырзаның айтқанымен толық қосыламыз. Заман қажеттілігі. Енді осы уақыттан ерте бастасақ ерте болып көтереді. Енді кешсе кешігіп қалуымыз, кеш бастасақ кешігіп қалуымыз ықтимал. Өзі кез келген жаңа іс соңғы адамның азы көпті қаупі болады. Енді қаупі демей ақ қойыңыз, машақаты болады, рискісі болады. Бірақ бұл соқыр тәуекел емес ағайын. Бұның бәрі зерттелген, бұл қоғам талқысына салынған. Әліпби түгілі, алфавит реформасы түгілі. Бір бөлмеден бір бөлмеге затыңызды ауыстырсаңыз да кәдімгідей машақат жасыратын жоқ. Аға буынға бұл латиницаның ауырлау түсетіні жасырын емес, ал жасырпаққа түк емес. Қажеттілікке саясаттың тонын кигізбей ағайын. Ашық сана, прагматизммен келгеніміз дұрыс болады деп ойлаймыз. Алдымызда әліпби реформасын жасаған елдердің үлгісі бар. Реформа жасаймын деп әңгімесін бұзып алған Әзербайжан ағайындар бар. Қайта-қайта реформа жасап өз елінде өгей көшіп қалған өзбек ағайындар бар. Тілінің түңлігі түрлік балазаған түркмен ағайын бар. Қысынан айырылып қалған, қытайтын әріпінен айырылып қалған түрік ағайындардың үлгісі бар. Ол қателікті жібермеуге бізде толық мүмкіндік бар, ғылыми потенциал бар деп ойлаймыз. Және жіті қырағылық керек. Енді бұны әлде қарай жатармыз. Ал енді ағайын, осы әліпбиді ауыстырған Астана ауыстырғаннан қиын емес. Әліпби ауыстыру осы жоспарлы экономикадан нарықтық экономикаға кілт бұрылғаннан қиын емес. 29 жылы арабикадан латиница ауысқан кезде бар болғанда 2 жыл қажет болды. Көз орға қол батыр. Ең бастысы ниет керек. Бір жағадан бас, бір жегінен қол шығаратын елдің тас түйін ымырашылдығы бірлігі қажет. Егер осылай болса, мәміле тапсақ, бұл қазаққа алынбайтын қамал жоқ. Тіліңнің шұрайы үшін де, еліңнің болашағы үшін де керек. Рахмет.